Қалай өтті тур, ұнады ма сізге? Назира ханым, сізге көп алғысымызды айтамыз. Шынында керек. Инстаграмда қалай шын ниетпен мынандай адалынан айтып жатсаңыз, сізіңізбен де дәл солай адалынан барлығын ақ жарылып, бізге барлығын көрсетіп, қымбат жерден алып кетіп, арзан жерге апарып, шын ақылыңызды айтып, шын жүрегіңізбен сізге жақсылық тілеп, керемет жерлерге апардыңыз. Шын айтамын, шындығына керек. Мен өзім мұнда и демалдым, и прям жақын адамдарымды өзіме таптым. Машалла, рахмет үлкен. И заодно прям саудада алып барады. Алла берекесін берсін. Алла берекесін берсін сізге де, сіздерге деген келеді. Зафер мырза, Жахангир бей, Назира ханым, сізге ісіңізге сәттілік, биік шыңдарда көріне беріңіз, биік шыңдарда бағындыра беріңіз, армандаған армандарыңызға жете беріңіз, алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіз. Тек биік шыңдардан көріне беріңіздер. Рахмет қыздар, рахмет. Өзіме тілеген жақсылықты сіздерге тілеймін, себебі сіздер шын әрқайсымыздың көңілімізге қарай білдіңіздер. Рахмет. Ал қалай өтті біздің тур, ұнады ма? Тур өте керемет, огонь деп айтсам да болады. Рахмет. Назира ханымға рахмет, Назира ханым қасында көмекшілері Жахангерге, Заферге рахмет. Бәрі супер. От души. Барынша қолдарынан келгенше көмектесіп, бәрін көрсетуге тырысты. Олар сондай. Бәрі өте жақсы өтті. Адам көңілін аулап айтып, сөйтіп жаңағыдай. Никогда жоқ демейді ғой. Дей береді, бәрі қатырамыз деп. Қолдарынан келгенше бәріне көмек беріп жатыр. Стамбулда өзіміздің Алматымызда жүргенде жүрдік, смело. Барлық жерді білетіндей. Қазір бәрін үйреніп алып білсек те болады. Күшті бәрі. Молодцы, қыздар. Қыздар, почему смеетесь? Айтыңдаршы. Төрттің сөз ғой сондай. Амжа деген сөз ол дядя. Мен амжа деп едім, они трещат. Ал қалай өтті біздің тур, ұнады ма? Тур өте керемет, огонь деп айтсам да болады. Рахмет. Назира ханымға рахмет, Назира ханым қасында көмекшілері Жахангерге, Заферге рахмет. Бәрі супер. От души. Барынша қолдарынан келгенше көмектесіп, бәрін көрсетуге тырысты. Олар сондай. Бәрі өте жақсы өтті. Адам көңілін аулап айтып, сөйтіп жаңағыдай. Никогда жоқ демейді ғой. Дей береді, бәрі қатырамыз деп. Қолдарынан келгенше бәріне көмек беріп жатыр. Стамбулда өзіміздің Алматымызда жүргенде жүрдік, смело. Барлық жерді білетіндей. Қазір бәрін үйреніп алып білсек те болады. Күшті. Сағат қаншада? Сағат 6:30-да тұрып алдым. Ойлашы, кеше түнде жай жатып. Мен ана видео не могу оторваться. 4 кейде отыра берген. Күшті ма? Күшті, вот так вот. Это не передай словами. С утра его қаншадан шаршадық. Классно. И усталость вся ушла, потому что приятная усталость была. Но сегодня смотрю, свежие, молодцы. Азында тұрылып, не выспалась емес, я прям вот встала и давайте вперед. Потому что эмоции берут, эмоции ғой енді. Алла тағала мені жауапты сіз. Альхамдулилля. Машалла. Хотя мен Назира ханымға бірінші рет звондадым ғой. Сол кезде Назира ханыммен WhatsApp-пен сөйлесіп отырмыз ғой. Турецкий номерін звондаймын. Назира ханым, мен қайткенім дұрыс. Или осы ақшама байерлер арқылы заказ бере салғаным дұрыс па деп едім. Назира ханым олай да болады деді, бірақ дегенмен шығып көрген дұрыс дейді. Сол деньги заказ берем еді, потом да. И пайдалы, и отдохнула это не. Біз Назира ханымның бірінші қарлығаштарымыз. Назира ханым өзі біз аэропорттан келе сап күтіп алды бізді. Кәдімгі өзіміздің қаламызға келгендей сезіндік. Келгеннен бастап. 4 күн бойы бізді машинамен алып жүрді. Барлық арзан сатылатын жерлерге, фабрикаларына, цехтарына апарып көрсетті. Мүмкіндігінше уақытымыздың болғанынша тырысып жүрді бұл кісілер. Рахмет, Назира ханымға. Сіздерге де рахмет. Көмекшілеріне де рахмет. Бәрі керемет болды. Қыдыратын жерлерімізге де қыдырып жатырмыз, баратын жерімізге де барып жатырмыз. Керемет. Күшті. Прям молодец. Рахмет үлкен. Ал қыздар, жолдарыңыз болсын. Қалай өтті енді айтып жіберсеңіздер. Рахмет. Күшті болды. Стамбулдан кетіп бара жатырық. Аэропортқа шығарып салып келе жатыр. Осыны ұйымдастырған Назира ханым, Жахангир мырза, Зафер мырзаға үлкен рахмет. Бізді 4 күн бойы аэропорттан күтіп алған күннен бастап қаншама базарға апарып, затымызды тасып, Бізбен бірге обедтешпей. Заттарыңыз қалай өтті? Кстати, зат қалай?
каргоға тапсырып, қазір енді бүгін целый день еще қыдыртып, үлкен рахмет. Хотя қазір біздің төлеген 100 000 теңгеміз, жаңағы $250 бай қарасаңыз өздерінің расходымен шығып кеткен сияқты. Үлкен рахмет. Енді келесі өздерінің определенный сумма қойып жатыр ғой, енді үлкен еңбекті талап ететін нәрсе. Мен ойлаймын, жасап жатқан еңбектер үшін ол ақша өте. Енді бизнес тур болғаннан кейін бұрында көп келетін еді ғой елдер. Бірақ қазір енді онлайн бір нәрсе, передача деген нәрсе көп кеткен. Бірақ бизнес турға келген кезде сіздердің таңдауларыңыз барлығы өздеріңіздің көңілдеріңізден шығады. Тем более бұл кісілердің апарған жаңағыдай нелер, магазиндердің барлығы өте бағасы төмен баға. Бізде Қазақстанда ол әрине 3 есе 4 есе тұрған, даже одан да көп шығар. Енді мішли сауда жағын неғыла бермеймін, бірақ сонда да мына жердегі бағалар өте төмен. Качествосы өте жақсы. Качество, тем более мысалға бүгін жаңағы неге барғанда, Айя Софияға барған кезде біздің алған очкилерімізді елдің бәрі тақып жүр деп па, именно турецкий и нелер, модельдер әдемі да. Бізде шли Қазақстанда ондай жоқ шығар деп ойлаймын.